2015 жыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының жылы болсын. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзі төрағалық еткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының 21 сессиясында осындай ұсыныс жасады. Қазақстан 2050 стратегиясы бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті тақырыбында өтіп жатқан алқалы жиынға еліміздің әр өңірінен 400-ден астам делегат қатысуда. Бұдан бөлек мұнда республикалық және өңірлік этномәдени бірлестіктер төрағалары, парламент депутаттары, саяси партиялардың, діни бірлестіктердің басшылары, ғылыми және шығармашылық интеллигенция мүшелері жиналды. Қазақстанда 130 дейме, 140 дейме ұлт тұрып жатыр дейді. Бізде ұлт тұрып жатқан жоқ. Ұлт өкілдері тұрып жатыр. Оларды диаспора дейді. Сондықтан ұлтаралық деген сөзді айта алмаймыз. Қазақстанда бір ұлт бар, ол қазақтар. Мысалы, орыстар әрі Ресейде жүріп ұлт болады, Өзбекстанда, Қазақстанда, Иранда жүріп тағы ұлт болады. Ондай ғылыми тарихи анықтама жоқ. Халық бір-ақ жерде пайда болады, өсіп өнеді. Ал таралғандардың барлығы диаспора. Мәселен, Астраханда, Қытайда, Өзбекстанда тұрып жатқан қазақтарды олар диаспора дейді ғой. Сондықтан тарихи дәуірде қалып қойған орыстар, дүнгендер, ұйғырлар, күрдтер еш қайсысы ұлт болып саналмайды. Осыны сіздер жақсы түсіне біліңіздер. Бізде ұлтаралық емес, бір ұлт пен диаспоралар арасындағы саяси мәдени қатынастар бар.